Қоғамдық көлікте қатынайтын қарасайлық жолаушылар үшін жақсы жаңалықтардың бірі 202 номерлі автобустардың пайда болуы. Жаңа жылдың қарсаңында Алматы қаласына қарасты Алматы Электротранс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 202 номерлі 20 автобус түрін тиісті бағыт бойынша іске қосқан еді. Яғни шағын автобустар Сайран-Шқоңыр автобекеттері арасында жолаушыларды тасымалдайды. Бұл бағытта жүретін автобустардың халық үшін тиімді тұстары да жетерлік. Алматы мен Қаскелен қаласы арасында қатынайтын бұл қоғамдық көлікте сіз оңай жүйесі арқылы 80 теңгелік жол ақысын төлей аласыз. Ал егер көліктік картаңыз болмаған жағдайда, жол ақысын тексерушілерден 400 теңгеге қолма-қол сатып алуыңызға да болады. Оңай картасының жолаушылар үшін тағы бір жеңілдігі оқушы, студенттерге арналған және әлеуметтік сияқты карталардың бар болуында. Олардың тарифтік бағасында 50% жеңілдігі бар, яғни 40 теңге. Жалпы автобустардың дәл осы бағытта жұмыс жасауына қарасайлық тұрғындардың өтініштері де себеп болған. Сұраныстан пайда болған қоғамдық көліктердің өзгеріссіз күнделікті жұмыс тәртібі де бар көрінеді. Қарасай ауданының халқының сұрауы бойынша Алматы қаласы әкімдігімен 202 бағыты іске қосылды. Әр автобуста GPS мониторинг бар, біз оны көреміз, қарап отырамыз, жүргізушілеріміз өте әдепті. Автобустар сол базада болады, Үшқоңыр автовокзалынан сол жерден жұмысын бастайды. Таңертең сағат 5:40-та бірінші рейс жүреді. Бұл қоғамдық көлік Шқоңыр автобекетінен Алматы қаласына бет алғанда Қаскеленнің бірнеше көшелерін басып өтеді. Атап айтсақ, Мақашев, Жанғозин және Наурызбай көшелерімен өтіп, Райымбек даңғылының бойымен Сайран автобекетіне дейін жүреді. Аталған аялдамаларды Ситибас мобильді қосымшасы арқылы да бақылай аласыз. Ал жолаушылар тарапы мұндай маршруттың болғаны тиімді екенін жеткізуде. Өте қолайлы, тез жүреді. 35 минут, 40 минутта келеміз. Бұрын 1,5 сағат, 2 сағатқа жақын жүріп қалатынбыз. 202 жақсы шыққаны, былай енді Қаскеленге барғанға да жақсы, оңай да қосылған бір жағынан. Осындай пікірлерден кейін қоғамдық көліктердің тұрғындар үшін пайдалы жұмыс атқарып жатқандарын байқауымызға болады. Сюжетті дайындағандар Дидар Мұхамадиев және Бағдәулет Талипов.